гардения гүлін пересадка жасаумен айналысамын. Өткенде видео түсірген болатынмын. Пересадка жасалмағанда алғаннан бері бір 2 ай өтіп кетті. Топырағын ала алмай, бұған арнайы жапырақтары сарғайып жатыр. Бұны қазір емдеп, сарғайған жапырақтарын бәрін алып, өзіне керекті топыраққа отырғызамын. Өзіне арнайы топырақ алдым. Азалияға арналған. Бұның құрамы қышқыл болады. Бұл қышқыл топырақты жақсы көреді. Азалия гүлі, гардения гүлі, камелия гүлі дегендер салқынды және қышқылдылықты жақсы көреді. Осыны алдым және перлит араластырып екеуін отырғызамын. Мына горшокқа отырғызғым келіп отыр. Бұдан қатты үлкен емес. Осыған отырғызамын. Сарғайғанына қарсы микрофэб препаратын қолданамын. Сарғайған жапырақтарын бәрін алып тастап, қазір жаңа топыраққа отырғызып, бұған уже мынау транспортировочный топырағы уже не бермей жатыр, құнар бермей жатыр. Сол себепті топырағын ауыстыру керекпіз. Мына топырақпен мынаны араластырып отырғызамын. Мынаның ішінде универсальный топырақ теравита бар еді, кішкентай. Осыған араластырып отырғыза беремін. Ешнәрсе етпейді деп ойлаймын. Бұл топырақтың да ішінде перлит бар екен. Бірақ аз деп ойлаймын. Перлитті не үшін қолданатынымыз сіздерге белгілі болар. Перлитті көп су құйып қойғаннан сақтайды перлит. Перлитті міндетті түрде қолданған дұрыс. Артық су құйып қойсаңыздар, перлит өзінің бойына сіңіріп, кейіннен жай ылғалдылықты беріп отыратын болады. Сонда тамыры шіріп, ешқандай ауру болмайды гүлдеріміз. Бірінші тамырын ашып көреміз. Мұны тамыры жаман емес, өте жақсы. Мен қазір пересадка емес, перевалка әдісін қолданып жатырмын. Перевалка әдісі дегеніміз дәл осылай горшоктан алып отырғызу. Ал пересадка дегеніміз барлығын түсіріп тастап, тамырын жуып, тек тамырынан шығатын топырақтарын бәрін алып, тамырын ғана отырғызуды пересадка дейді. Барлық сарғайған жапырақтарын бәрін алып тастаймын. Төменнен жақсы нелері шығып жатыр. Бұтақтары, гүлдер, жапырақтары шығарып жатыр. Зақым келген жапырақтың барлығын алып тастаймын. Бұл гүлдің күтімі туралы алдыңда видеоларға айтқан болатымын. Сол жақтан көрсеңіздер болады. Сарғайған жапырақтарын бәрін алып тастадым. Енді жаңадан мына горшокқа ауыстырып отырғызамын. Бір қуантарлығы, жаңадан жерден побегтар шығып жатыр. Әлі гүлдей қойған жоқ. Құдай қаласа, осыны отырғызғаннан кейін гүлдейді. Жан-жағын топырақпен толтырып отырғызамыз. Біз гардения гүлімізді отырғызып болдық. Мындай горшокқа отырғызылды.
Енді бұған су құямыз. Бұл гордыня гүліне көптен бері су құйылмаған еді. Су құйғанда да бұл гүлге абай болу керек. Осылай азғантай тек қана топырағы ылғалды болса жетеді. Мен жаңа айтып өткен едім, мына микрофея препаратын қолданам сарғайғанға қарсы деп, хлорозға. Бірақ бұл хлороз болып ауырып тұрған жоқ, негізінде қышқылдық жетпегендіктен жапырақтарын стресспен сарғайтты деп ойлап қазір біраз уақыт көрейін деп отырмын. Осы топыраққа отырғызылғаннан кейін өзін жақсы сезініп, жапырақтары сарғайғаны тоқтаса, демек топырақ қышқылдық жетіспеген деген сөз. Ары қарай гүлдердің күтімі туралы ақпараттар білгілеріңіз келсе, мен жаңадан курс ашып жатырмын. Курста барлық сұрақтарыңызға толық жауап беремін. Қандай топырақ, қандай удобрение, қандай препараттар, аурулары, емдері, олардың күтімдері, гүлдердің орналасқан орындарын қалай ажырату керек, жарық сүйгіш, күн сүйгіш гүлдердің барлығының күтімімен бөлісіп, барлығын үйрететін боламын. Егер курсқа қатысамын десеңіздер, осы видеоға төменге номерлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Мен өзім сіздерге хабарласатын боламын. Курс ақылы өтеді, 990 теңге. Және менің инста парақшама да жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Комментарийға қалдырыңыздар. Барлық сұрақтарыңызға курста жауап алатын боласыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.